қазіргі уақытта бізде мынау қазір жанармай жетпей жатыр. Ол неден? Өйткені мынау біздің бензин шығаратын заводтарымыз бізге керек бензинді сондай көлемде шығара алмай жатыр. Өйткені біздің сол заводтарымыз 30-40%-қа кейін өзінің шығаратын мощностарына жетпей жатыр. Өйткені біздің мұнайымыз, біздің Қазақстанда шығарып жатқан мұнайымыз шет елге, басқа елдерге сатылып жатыр. Біз қазіргі уақытта өз мұнайымызды өзіміздің заводтарға жеткізіп, бағасын мынау шикізат, сол мұнайды табатын нелерге, кәсіпорындарға бағасын да көбейтуіміз керек. Бірақ бағасын көбейтсек, оның бензиннің бағасы да көбейіп кетуге мүмкін. Сол сияқылды қазіргі уақытта біз жарты бензинді біз өзіміз шығарамыз, жартысын басқа елдерден сатып аламыз. Енді мынау Россияның әлі қазіргі уақытта мынау неше түрлі проблемалары болып, Россиядан дұрыс бензин келмей жатыр. Сол сияқылды қазір біз проблеманы Қытайға мұнай жіберіп, одан бензин алып, басқа елдерден, Белоруссия, Азербайджандан да сатып алып жатырмыз. Бірақ енді мынау нарықтың заңы бойынша, мынау біз кедендік одақта болсақ, біз бензиннің бағасы Россияның бензинінің бағасындай болу керек. Өйткені біздің қазіргі уақытта бензиніміздің бағасы төмен Россиядан. Қазіргі уақытта біздің бензинді алып Россияға сатса пайда түседі. Қазіргі уақытта мынау шекарадан бізден көп бензовоздар келіп, біздің бензиндерімізді алып, сол Россияға да шығарып жатыр. Мынау біздің бағамыз биік болса, ол ондай ағылым болмауға тиісті. Мынау бензиннің бағасы көтерілген, сонда ағылымды тоқтатады деп ойлаймын. Тоқтатуға себеп болады. Біз енді қазір мынау Россияның, Беларусьтің деңгейіне жетпесек, болмайды деп ойлаймын. Біздің қазіргі уақытта емес, енді алдымыздағы жылдарда біздің бензиннің бағасы сол Россияның бағасына жетуге тиісті, қымбаттау тиісті. Енді оны былай тез ғана осы биыл алдымыздағы қай уақытта деп мен сіздерге айта алмаймын. Өйткені оған экономикалық нелер керек, прогноздар керек, расчет керек. Біз қай уақытта сондай неге бағаға жеткіземіз деген расчеттар болу керек. Сонда ғана біз сондай бағаны көтереміз. Қазіргі уақытта біз осы ақырын міне баға көтеріліп келеді. Кісілердің табысы да көтеріледі, біздің экономикамыз да көтеріледі. Сонда ғана бұл ауыр болмайды бізге. Нарықта қалай пайда түседі? Біз мынау Россияның нарығының бағасы көп болса, біз сол жаққа апарып сатқан пайда болады. Біздің жақта бір нәрсе төмен болса, сол жақтан сатып алып, басқа жаққа апарған жөн. Сонда солардың арасының, бағаның арасының разницасы бізге пайда болады. Сол сияқты бұл экономиканың заңы. Ол заңнан ешқайда кете алмайсың, ондай өзгерістер болуға тиісті и болады.